Индер ауданында суға кеткен 13 жастағы жеткіншектің денесі табылды. Іздестіру жұмыстарына жедел құтқару жасағы аудандық полиция бөлімі жергілікті тұрғындар жұмылдырылды. Еске сала кетейік, оқиға 19 маусым күні түскі сағат 12:00 шамасында орын алған. Көршілес Маңғыстау облысы Бейнеу ауданынан келген әкесі мен баласы Орал қаласынан шығып, туған жеріне бет алған. Жолай Индербор кентіне соғып, Жайық өзеніне суға түсіп салқындамақ болыпты. Тыйым салынған жерде шомылу кезінде жасөспірім суға батып кеткен. Ағымдағы жылдың 14 маусым күні сағат 12:14 шамасында Жайық өзенінің көпірасында Жайық өзенінің бір бала суға батып кеткен жөнінде хабарлама келіп түскен болатын. Хабарламадан кейін төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері және нөмір 5 өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлерімен оқиға орнына барған кезде 2009 жылғы Маңғыстау облысы Бейнеу ауылының азаматы суға кеткен жөнінде ақпарат анықталған болатын. Қазіргі уақытта 2 күннен бері іздестіру жұмыстары жүргізілді. Бүгін, яғни 21 маусым күні сағат 11:35 шамасында Елтай ауылдық округ маңынан табылған болатын. Қазіргі уақытта азаматтың денесі полиция қызметкерлеріне тапсырылған болатын.